өнер білім жолындағы ізденісін Абай өз бетімен үйрену арқылы дамытады. Орысша кітаптарды көп оқиды. 80 жылдардың орта кезінен бастап Абай ақындық жолға біржола бет бұрады. Бұл кездегі оның өлеңдерінің қай-қайсысы болсын толысқан ой-сананың жемісі. Бұған дейін арагідік жазған өлеңінің өз замандасын Көкбай атынан таратып жүрген Абай 1886 жылдан бастап өз атына көшірген. Осы жылдардан бастап Абай өлеңді үзбей жазуға тырысқан. Абай Құнанбаев, азан шақырып қуған аты Ибрахим. 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген. Абай ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің және қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы және саяси қайраткер. Абай Құнанбаев тобықты руының отбасында дүниеге келген. Оның шын есімі Ибрахим болса да, анасы Ұлжан оны Абай деп атап кеткен. Абай Құнанбаевтың көптеген шығарма жазғанына қарамастан көзі тірісінде оның бірнешеуі ғана жарық көрді. Ал қайтыс болғаны 5 жыл өткеннен кейін қазақ ақыны Ибрахим Құнанбайұлының өлеңдері атты шығармасы жарық көреді.